Так, трансляция басталды. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар достар. Бүгін осындай бір видео түсіргім келді. Өзім Мирас академиясының физика пәні мұғалімі болғандықтан биылғы физика пәні сәл ылғалға келетін физика нұсқалары өте сәл қиындау. Ой, көбінесе логикаға жүгіну керек есептер. Bir нұсқаны талдауым керек болған сияқты. Сондықтан бірінші есептен бастайық сонда. Біріншісі былай деп қарап отырсаңыздар, жер серік радиусы R дөңгелек орбита бойымен қозғалады. Жер серік қозғалу үшін үдеуінің формуласы, жердің массасы берілген. Енді бізде үдеудің формуласы қалай болады? Мысалы, сендер білесіңдер, бүкіл әлемнің татылсаны, яғни G, M1 қандай да бір дене және жердің массасына көбейтесіңдер, өйткені жерге тартылып отырады, бөлінген R-дің квадраты. Ал бізге қараңдар, жер серік қозғалысының үдеуі. Ал бізде Ньютонның екінші заңын F-ті былай жазуға болады. M-A деп. Яғни M-A-ны осы F-дің орнына қояйық онда. F-ның орнына M-A тең болады G-M көбейтілген үлкен M бөлінген R-дің квадраты. Енді екі жағын біз массаға бөліп жіберсек болады. Сонда осы жерде үдеу пайда болады қараңдар. Үдеуіміз неге тең болады? G-M бөлінген R-дің квадраты. Болды. Яғни бұл немесе білесіңдер, жердің дәл бетінде ол 9,81 тең болады, метр секунд. Ал бізде осы үдеу формуласы сонда бізде бірінші сразу С нұсқасында. Яғни есеп оңайлау. Міне осы. Екіншісі былай деген, массалар бірдей V жылдамдықпен, бірінші қараңдар, массалар бірдей дейді. Яғни мына шариктің екеуінің де массасы бірдей деген сөз. Сол жазсақ, мынау масса 1 болса, мынау масса 2. Екеуі бір-біріне тең. Енді қараңдар, V жылдамдықпен қозғалып келе жатқан дене, қарама-қарсы V бөлінген 2 жылдамдықпен қозғалып келе жатқан денемен серпінді центрлік соғысады. Яғни бұл бұрышпен емес, дәл ортасы бір түзу бойында жатады деген сөз. Дәл ортасына келіп соғады деген сөз. Соқтығысқаннан кейінгі дененің бірінші дененің жылдамдығы. Енді бұл көбінесе соқтығысуға байланысты импульсқа. Мысалы, мына бірінші дененің импульсын жазайық. Ол бірінші дененің импульсы M1 көбейтілген V-ға тең. Өйткені біріншінің жылдамдығы V. Екіншінің импульсын көрейік. Екіншінің импульсы, енді X өсі бізде былай ғой. Ол X өсіне қарама-қарсы болып жатыр. Оның массасы тағы M2 көбейтілген, оның жылдамдығы бірақ V бөлінген 2. Бірақ біз минус V бөлінген 2 деп жазамыз. Себебі жылдамдық бізде векторлық шама болғандықтан X өсіне қарама-қарсы келе жатыр. Сондықтан алдыңғы сонда импульстер қалай болады? M1 V мына екеуінің қосындысы. Импульстің сақталу заңы бойынша P1 плюс P2 бізде M1 V1. Мына жерде плюс болу керек, бірақ алдына минус шығады. M2 V бөлінген 2 тең болады. Енді соқтығысты ары қарай мынаның бағытымен кетіп қалады. Өйткені мынаның жылдамдығы көп болғанда сайын мына бағытта кетіп қалады екеуіне. Енді қараңдар, кеткен кезде міне мынандай нәрсе болады. Мынау дене екеуінің массасы бірдей болғандықтан бірінші дене жылдамдығы екінші дененің жылдамдығындай болады, ал екінші дененің жылдамдығы бірінші дененің жылдамдығындай болады. Яғни бірінші дене керісінше V бөлінген 2 болады. Екеуі бірдей болғандықтан плюс, ал екінші дене керісінше біріншісіне ие болады. Яғни еще плюс қойдым, себебі екеуі де бір бағытта кетіп барады. Сондықтан бізге сұрап отырғандар, соқтығысқаннан кейін, мынау соқтығысқанға дейінгі тең болып тұр, соқтығысқаннан кейінгі. Соқтығысқаннан кейінгі бірінші дене жылдамдығы. Міне бірінші дене жылдамдығы V бөлінген 2 тең болады. Сонда екінші жауабымыз B нұсқасында. Үшіншісі, газға берілген 32 килоджоуль жылу мөлшері берілді дейді, жазбай, Q тең болады 32 килоджоуль. Жылу мөлшері бергенде ішкі энергия 20 килоджоульға өзгерсе дейді. Дельта U'мыз 20 килоджоуль. Табу қажет сыртқы күштерге қарсы жасаған газ жұмысы. Просто термодинамиканың бірінші заңы бойынша Q'мыз дельта U плюс A'ға тең болатын болса, осы жерде A'ны өрнектеп алу үшін дельта U'ды теңдіктің арғы бетіне өткіземіз. Яғни Q минус дельта U болып қалады. Яғни
32-ден алып тастаймыз сразу 20-ны, сонда бізде 12 кило джоуль шығады бізде. Сонда бұл есептің жауабы Д нұсқасында. Не бір қарапайым бір оңай есептер. Пока что. Так, келесі бізде 4, иә? Ол қайсысы екен? Қазір салайық. Так. Мынау не екен? Көрейміз. Так. Кет. Енді. Төртіншісі былай дейді. Қандай да бір мөлшерде алынған судың температурасын 1 градусқа өзгерту үшін 200 калория жұмсалды. Енді қараңыздар. Кез келген нәрсесін судың қандай да бір нәрсені қыздыру немесе суыту үшін сендер формуланы білесіңдер, ол қандай формула еді бізде? Q тең Cm дельта Т. Осы жерде былай дейді. Судың температурасы примерно 0 градус деп ала берейік. 1 градусқа дейін қыздыру үшін. Оны Q-мыз 20 калория. Ал 20 калорияны бізде Q-мыздың өлшем бірлігі джоуль еді ғой, жылу мөлшерінде. Оны айналдырайықшы. 200 көбейтілген 1 калорияда 4-2 болса, 200-де 4-2 сонда так бізде болады. Қанша болады? 84 840, иә? Сонда қараңдар. С бізде керек емес. Так, бір массаны біз 1 градусқа қыздыру үшін бізде 840 джоуль қажет етіледі. Енді қараңдар. Осы судың 2-ден 1 бөлігі дейді. Тығыздығы өзгермейді. Оның масса дегеніміз нәрсе тығыздықпен көлемін көбейтінсі ғой. Тығыздығы өзгермесе бізде айтады 2-ден 1 бөлігінің дейді. Яғни массаның жартысы деген сөз. Осыны тура 1 градусқа қыздыру үшін қанша керек дейді. Енді логически понятно, егер общий массаға 840 кетсе, онда жарты массаға бізде келеді 420 джоуль. Жауап оңай. Болды, 420-ға кетеді. Яғни жауап С нұсқасында. Келесі. Сутек молекуласының массасын табыңыз дейді. Сутек молекуласының массасы. Яғни бізде формулада былай. Кіші М бөлінген үлкен М, үлкен N бөлінген N Авогадро білесіңдер, иә? Енді табуымыз керек. Қараңдар. Массаны, мына массаны. Енді сендерде иногда бұны берілмейді. Бұны берілмесе, бұны бірге теңестіріп аласыңдар. Онда массамыз неге тең болады? М көбейтілген N Авогадро тең болады N M'ге. Яғни массамыз үлкен M'нің, мұнау бірге тең болады екен, ол Авогадро санына бөлінісі. Яғни М дегеніміз қанша? 2 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. Енді қараңдар. Варианттар әртүрлі ғой. Яғни бір-ақ вариант бар. Сондықтан бізге қараңдар. Дәрежемен жұмыс жасау қажет емес. 2-ні 6-ға бөлсеңдер болды. 2-ні 6-ға бөлсеңдер 3-тен 1-ді болады. Ол шамамен 0,33. Яғни алдыңғы сан примерно 33 деген нәрсенің арасында. Сонда жауабымыз С нұсқасында тұр. Болды. Өйткені, егер варианттар әртүрлі болатын болса, оның дәрежеге қарама болды. Варианттар әртүрлі болатын болса, болды. Алдыңғы саны дұрыс па? Ол дұрыс болады ары қарай. Келесі. Оттегі молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы 500 метр секундқа тең болатын температура. Енді орташа квадраттық жылдамдық формуласын жазып берейік осы жерде. Так, орташа квадраттық жылдамдық формуласы түбір асты 3RT бөлінген үлкен М'ге тең болады. Енді осы жерде температураны табу үшін біз түбірден құбылу үшін квадраттаймыз. Яғни V квадрат тең болады 3RT бөлінген М. Осы жерде температурамыз V квадрат М бөлінген 3Р'ге тең. Енді квадрат 500-дің квадраты, алдымен 5-дің квадраты қанша болады? 25. Ары қарай 2-нөлдің квадраты осы 4-нөлдің. Көбейтілген малярлық масса 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі. Бөлінген 3 көбейтілген 8-31. Минус 3 пен плюс 4 кетеді. Мына жерде бір ғана қалды. Сонда не деген сөз? 25 көбейтілген 32 көбейтілген 10-ды бөлеміз 3 көбейтілген 8-31-ге. Так, калькулятор қолданайын бұған. Қайды? 32 көбейтілген
25, 10'u көбейтеміз 10-ға, общийді бөлеміз 3-ке, и 10'ы бөлеміз 8-де 31-ге. Шамамен 320, ya. Onda cevabımız bizden так. Cevabımız 320 Kelvinді құрайды. Ол бізде V нұсқасында. Келесі, индукциясы V болатын біртекті магнит өрісіне қозғалған зарядқа F күш әрекет етеді. Енді қараңдар, магнит өріс бар жерге, егер оған заряд болатын болса, оған әсер ететін күш, естеріңде болсын, ол Лоренц күші. F Лоренц тең болады VQV синус альфа. Енді заряд жылдамдығы мен индукция вектор сызықтарының арасындағы бұрыш альфа болса, зарядтың жылдамдығы. Осы жерде жылдамдықты ала салып, V тең болады F бөлінген VQ синус альфа. Ол бізде қате косинус альфа жоқ, мынақты бұрыш жоқ, мынақты бұрыш жоқ, мынақты косинус альфа, онда тек қана сын нұсқасында деген сөз. Так, 7-ші есепті бітті, кеттік 8-ші есепке. Так. Да, 8-ші есеп қайтайық, я. 8-ші есеп мынау еді. Енді дұрыс көрінбей жатуы мүмкін. Мен бірақ көрсетуге тырысамын. Былай дейді. Электр тоғын өткізбейтін заттар. Бізде электр тоғын өткізбейтін заттар естеріңде болсын, ол диэлектриктер еді. Диэлектриктер дегеніміз изоляторлар деп аталады, немесе тоқтар резина, немесе шыны, сондай әйнек нәрселер диэлектрикке жауап А нұсқасы. Бұл электр тоғын өткізбейтін. Яғни теория. Так, келесі. Элементар бөлшектер қатарына антибөлшектер кіреді дейді. Электронның антибөлшегі. Электрон дегеніміз ол 0-ге минус 1, но электрон болатын болса, естеріңде болсын, оның заряды минус болғанымен, одан кейін зарядың плюс нәрсе протон деп қоймаңдар. Протон қате болады. Электронның антибөлшегі ол, естеріңде болсын, позитрон. Позитрон. Міне осы. Ол V нұсқасында. Так, антипротон болмайды, нейтрино болмайды, нейтрино болмайды. Келесі. Түзу сызықты қозғалған дене координатасының уақытқа тәуелді графигі 3-ші секунд және 4-ші секунд уақыт аралығындағы дене жылдамдығының x үстіндегі проекциясы. Мынаумен 3-ші секунд пен 4-ші секунд аралығындағы сұралады. Енді қараңыздар. X өсіне проекциясы. Енді бірінші қараңдар. Төмен түсіп бара жатыр ма? Обязательно жылдамдық 0-ден кіші болады. Бұл 1. Төмен түсіп бара жатыр ма? Жоғары көтеріп бара жатқан жоқ, ол төмен түсіп бара жатыр ғой. Болды, жылдамдық 0-ден кіші. Яғни плюстардың бәрін алып тастайсыңдар. Енді бізде қалды 120, не 60 қалды, оны бүйтеміз. Бізде бастапқы координаты 120, соңғы координаты 60 қой. Бізде формула бойынша мынандай. X минус x нолевой көбейтілген vx-ті. Енді мынау орын ауыстыру. Ашын s-тен v-ті деген сөз. Соңғы координата бізде 60 қой. Мынау соңғысы, мынау бастапқысы. 60-тан азайтып тастаймыз қаншаны? 120-ны. Тең болады. 3 пен 4-тің арасында қанша секунд? Уақытқа 1-ді қоямыз. 1-ді қойсақ болады. Одан кейін vx көбейтілген, яғни 1 секунд. 1 секунд бізге пайдасы жоқ. Енді 60-тан 120-ны алып тастасақ, бізде vx-іміз минус 60 метр секундқа ие болады. Яғни жауап Е нұсқасында. Есіңде болсын, төмен басына минус, жоғары баратса плюс. Келесі есеп. Көкжиекте 30 градус бұрыш жасай 10 метр секунд жылдамдықпен лақтырылған тастың ұшу қашықтығы. Енді қараңыздар, ұшу қашықтығы бізде формуласы қалай еді? V0 квадрат синус 2, одан кейін 2 фи бөлінген g. Бастапқы жылдамдықтың квадраты бізде 10-ның квадраты ол 100-ге тең болады. Көбейтілген синус 2 фи дейді. А фи деген қанша бұрыш бізде? 30 градус. Оны 2-ге бөлсек синус 60. Бөлінген g 10. 10 мен 1-нөл қысқарады, сонда 10 көбейтілген синус 60 градусы 2 түбірі асты 3. Мына синус 60 градус берілген. 2 мен 10 қысқарады, ол 5-ке. Сонда 5 түбірі асты 3 метрді құрайды. Жауап бізде V нұсқасында. Келесі. Так, 11 біз 12-ге келеміз деген.
Так, 12 қайсы екен бізде? 17 дейді. Мынау дейді. Так, массасы m білеуші горизонталь бағытта s қашықтыққа орын ауыстырған кезде ауырлық күшінің жұмысы дейді. Енді сразу жұмыстың формуласы қалай? А тең болады fs косинус альфа. Я? S деген бар бізде. Енді қараңдаршы, ауырлық күші дейді. F-тің орнына бізде ауырлық күшін қоямыз сонда. Ол mg-ға тең, я? Және ол ауырлық күші, мысалы кез келген дене болса, ол әрқашан төмен бағытталады, я? mg төмен бағытталады, s горизонталь бағытта ауыстырса дейді. Яғни S-іміз былай қарай бағытталады. Екеуінің арасындағы бұрыш қанша градус? 90 градус. Ал сендер білесіңдер, альфа егер 90 градусқа ие болатын болса, ол мына жерге қоясыңдар, косинус 90 градустан 0-ге тең, онда барлығын көбейтсін 0. Сразу жұмыс 0-ге тең болады. Жауап 0. Келесі. Массасы 8 грамм бір текті газдың молекулалар саны 1,5 көбейтілген 23 дәрежесі болса, газдың мольдік массасы. Бағанағыдай форма. Зат мөлшерін теңестіресіңдер, яғни кіші m-нің үлкен m-ге қатынасы, n-нің n авогадроға қатынасы. Осы жерде мольдік масса дейді, яғни үлкен m-ді табасыңдар. m көбейтілген n авогадро бөлінген үлкен m. Тең болады. Так, бізде 8 грамм дейді. Грамм істей білейік, үлкен өлшем бірлігі грамм беріліп тұр. 8 көбейтілген 6 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі бөлінген 1,5 көбейтілген 10-ның 23 дәрежесі. 23 пен 23 қысқарады. 6 мен 1-де 5 қысқарады. 6-ға 4-тен бересің, 8-де 4-ге көбейтсек, бұл 32 грамм бағанағыдай грамм бөлінген мольді беріп тұр. Сонда жауап бізде С нұсқасында. Келесі. 14 есеп. Суретте екі төбесінде плюс Q және минус Q зарядтар орналасқан тең қабырғалы үшбұрыш берілген. Үшбұрыштың А төбесіндегі өріс кернеулігі дейді. Енді қараңдар, мына жерде плюс Q болатын болса, естеріңде болсын. Заряд плюс болса, одан шығатын еді, кернеулік естеріңде болса бұл. Ал заряд минус болса, оған кіретін еді керісінше. Күш сызықтары, дұрыс па? Яғни оңнан шығып теріске кіреді, дұрыс па? Оң зарядтан шығып теріс зарядқа кіреді. Сондықтан, мысалы мына жерде көрейік, плюс Q екен, оң заряд деген сөз қояды. А нүктесіне, мына А нүктесіне. Одан дейді, онда шығады деген сөз. Мына жер А нүктесі болатын болса, оған шығады. Дұрыс па? Енді келесі мына жерде минус Q. Минус Q-ға ол Адан, мысалы, басқа свет алайыншы, мысалы, қара светін алсақ. Так, оған кіру керек. Мынау онда бізде қараңдар. Мынау E1 деген сөз. Мынау E2 деген сөз. Егер мынау А1 болатын болса, вектор, мынау А2 вектор болатын болса, қосындысы әрқашан дәл ортасынан шығады. А1 қосылған А2. Параллелограмм әдісі бойынша. Енді мына екеуінің қосындысы дәл ортасынан шығады деген сөз онда. Мынау общие, екеуінің қосындысы. Сонда А нүктесінде өз кернеулігі қайда бағытталып жатыр бізге? Оң жаққа, мына оң жаққа кетіп жатыр. Сонда бізде Д нұсқасында. Так, 14-ті бітті, келесі. 15. Қараңыздар. Ыдыстардағы спирт, су және ас тұзының ерітіндісіне жұмыртқа мен мұзды саламыз. Берілген сипатталарға сәйкес жұмыртқа мен мұз салынған сұйықтың реті. Қараңдар, мынандай деген сөз ғой. Жұмыртқамен не салып жатыр? Мұз салып жатыр ғой. Қай кезде олар жоғары шығады? Бірінші жағдай. Мұз батады және жұмыртқа батады. Бұл батып жатыр ғой. Онда мына сұйықтың тығыздығы кіші болу керек екеуінен де. Жұмыртқа мынау, я? Жұмыртқа мына жерде тұр. Және мұз мына жерде тұр. Екеуінен де кіші ол спирт қаны болып тұр, я? Онда ең азынан батып кетеді ол. Яғни бұл нәрсе спирт деген сөз. Өйткені екеуінен де кіші болғандықтан ол батып кетеді. Келесі. Тұз ерітіндісі. Тұз ерітіндісі ең көп. Онда ол екеуінде
Екеуі де мұз да, жұмыртқа да одан кіші болып тұр ғой. Ол екеуі де жоғары шығып тұрады. Яғни бұл екеуін біліп алсақ болды бізде. Спирт дегеніміз қайсысы екен ол? Мына бір спирт екен. Мынауымыз тұз ерітіндісі екен. Так, мынаны жазып қояйық. Бір спирт, 3 тұз ерітіндісі, сонда екіміз су болып тұр. Болды. Так, бір спирт мынау жоқ, мынау жоқ, мынау жоқ. Онда ол е нұсқасында. Келесі. Суретте дене жылдамдығының уақытқа тәуелділік графигі көрсетілген. Дененің соңғы 3 секундта жүрген жолының алғашқы 3 секундта жүрген жолынан қанша артық екені керек. Мынаған дейінгі біреуі, мынаған дейін 0-ден бастап 3 секундқа дейін, екіншісі керісінше 3 секундтан басталады, ол 6-ға дейін. Енді қалай білуге болады деген сөз, мынаны табу қиын, дұрыс па? Сондықтан табу үшін бүйтеміз. Мына үшбұрыштың ауданын тауып аламыз. Так, мына үшбұрыш бізде тікбұрыш үшбұрыш, дұрыс па? Осыны аудан тауып алайық бірінші. Бұл алғашқы 3 секундта. Так, ауданы бізде жолын береді. Естеріңде болсын, аудан жолын береді. Так, бізде мынадан катеті біреуі 3-ке тең. Так, бізде тікбұрыш үшбұрыштың формуласы мынандай 2-ден 1, а көбейтілген б, а мен б катеті. 3 көбейтілген, мынауымыз 10-ды беріп тұр. 10 көбейтілген 2-ден 1. Сонда 30-ды 2-ге бөлсеңдер, сендер 15 метр береді. Онда бастапқы 0 мен 3 секунд аралығында ол 15 метр жетеді. Келесі 3 пен 6 секунд аралығындағы керек бізге, соңғы 3 секунд. Енді ол бізде трапецияны беріп тұр. Тікбұрышты трапеция. Яғни мынау алғашқы табаны, яғни қысқа табаны, мынау үлкен табаны, мынау бізде биіктігін беріп тұр. Аш. Енді қандай трапецияның ауданы? Тікбұрышты трапецияның ауданы А1 қосылған А2 бөлінген 2, яғни орта сызығы көбейтілген биіктігі. Бізде мынау 10-ға тең, мынау бізде 40-қа тең болып тұр. Міне 40, 10. 10-ға 40-ты қоссақ, мына жерде 50 бөлінген 2 көбейтілген уақытымыз сол мына биіктігі беріп тұр 3-те. Так, 150, 152 болсақ 75 метр. Енді қараңдар, соңғысы 70 метр, бастап 75, алғашқы 15 метр. Бізде екеуін азайтып тастасаңдар, 60 метрге артық болып тұр, 60 метрге онда мына жер артық. Так, мына жер мысалы x болатын болса, мына жерде просто x плюс 60-қа тең. Не болса? Так, 16-ны аяқтадық, енді 17. Так. 17 деген мәлімет. Жоқ, неде емес. 17. Так, 17 мың. Так, 17 былай дейді. Орташа квадраттық жылдамдығы 500 метр секунд. Оттегі молекулаларының жылдамдығын 20 метр секундқа арттыру үшін газ температураның өзгерісі. Так, бірінші жылдамдық былай болу керек. 500 болу керек екен. Ол кезде температура Т1 болады. Екіншісі 20 метрге арттырды дейді. Яғни екіншіміз естеріңде болсын. Онда ол 520 болу керек. Ол кездегі температура Т2 болу керек. Ал екеуінің өзгерісі дегенде ол соңғы температурадан бастап температураны алып тастайды. Яғни бізде екі температураны тауып алуымыз керек. Енді бағанағыдай формула. Орташа квадраттық жылдамдықтың формуласы ол бағана айтқандай 3RT бөлінген М. Бұл кезде температураны қалай таптық біз? Так, температураны былай таптық. Температура тең болады квадраты, так, Т1 тауайық, квадраты көбейтілген малярлық массасы бөлінген 3R дедік. Енді Т2-ні табу үшін істейміз. Тоже В2-нің квадраты енді көбейтілген малярлық масса өзгермейді, бөлінген 3R өзгермейді. Енді Т2-ден Т1-ді азайтсақ, дельта Т-ны табу үшін мына формула. Так, В2 квадрат көбейтілген М бөлінген 3R азайтылған Т1. В1-дің квадраты М бөлінген 3R. Так, бізде ортақ шамаларды сыртқа шығайық. Масса бар 3R, оның бәрі бірге. В2-нің квадраты минус В1-дің квадраты. Тең. Так, тең. Малярлық массасы бізде қанша? 32 грамм мөл. 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 3 көбейтілген 8-де 31. Жақшаның ішінде
520-ның квадраты минус 500-дің квадраты. Енді қараңдар, математиканы егер жақсы білетін болсаңдар, мынау 520 минус а минус б, а плюс б ғой. Сондықтан оңай болу үшін былай істейді. 32 көбейтілген 10-ның минус 3 дәрежесі бөлінген 3 көбейтілген 8-де 31. Так, екеуін азайтсақ 20, екеуін қоссақ 1020. Енді осының барлығын формулаға калькуляторға салайық. Так, бізде былай дейді 32 көбейтілген 10-ны 20-ға көбейтеміз, 10-ны көбейтеміз 1020-ға, и оның бәрін бөлеміз 3-ке, және оның бәрін бөлеміз 8-де 31-ге. Және оны бөлеміз, оның минус 3 дәрежесі тұрып тұр ғой, оны 1000-ға бөлесіңдер. Сонда бізде примерно 26 деп шықты. Сонда шамамен 26 кельвинді құрап тұр, Так, онда жауап бар ма бізде? 44, 20, 15, шында жауап 26 кельвинді құрап. Так, келесі. Тізбекте жалғанған екі бірдей мыс өткізгіштің бойымен тоқ өтеді. Екеуі де тізбекте жалғанған дейді. R1, екі өткізгіш. Енді сразу білейікші, қараңдар, екеуінде тізбекте кезде бізде не тең еді? Оппана, тоқтар бірдей деген сөз. R1-ден өтетін тоқ, R2-ден де өтеді. Тоқтар бірдей. Енді формуласы, бірінші өткізгішін диаметрі, екіншісінің екесі артық. 2D2. Электрондардың өткізгіш бойымен реттелген қозғалысы жылдамдықтарының қатынасы. Енді мынандай формула бар, есіңде болса, I тең болады EVNS деген. Бізге E қажет емес, N қажет емес қой. I-ларды теңестіреміз. Яғни мына жақта да теңестіреміз. Өйткені тоқтар тең ғой. V1S1 тең болады V2S2-ге. Ал S деп отырғандарың сендерде. Ол просто πr квадрат қой. Ал πr квадрат деңіз, радиус деген сөз диаметрдің жартысының квадраты. Ол деген сөз πd квадрат бөлінген 4 кетеді. Енді әрбіріне қойып шығайық. V1 көбейтілген πd1-дің квадраты бөлінген 2, тең болып тұр V2 πd2-ның квадраты бөлінген 2. Екілер қысқарып кетеді, π-дан қысқарып кетеді, сонда бұлай болып тұр. V1 көбейтілген d1-дің квадраты тең болып тұр V2 d2-ның квадраты. Енді қатынасын алайықшы, V2-ның V1-ге қатынасы деген нәрсе, так, мына жаққа жерлейік, мына кетіп қалады. D1-дің квадратының D2-ның квадратына. Ал D1 дегеніміз орнына нені қоямыз біз? 2D2-ні қоямыз. Сонда квадраты бойынша 4D2 квадрат болып кетеді. D2-ның квадраты. D квадрат. Сонда V2-ның V1-ге қатынасы 4-ке тең болады. V2 бөлінген V1 тең болып тұр 4-ке. Так, V1, V2. Так, мынау болмайды. V2-ның V1-ге қатынасы ол 4-ке. Не болса. Келесі, бойының ұзындығы 1,8 метр, адамның көлеңкесі 90 сантиметр, көлеңкесі 10 метр болатын ағаштың биіктігі. Енді ең оңай болу үшін ұзындықты алындарда көлеңкеге бөліңдер, тең болады ұзындық 1-ді алындарда көлеңкеге 1-ге бөліңдер. Осындай қатынас қосаңдар бұл жеткілікті. Яғни қараңдар, бойының ұзындығы қанша? 1,8 оның ұзындығы. Оның көлеңкесі қанша? 90. Енді 90 сантиметр. Мысалы, ол 0,9 метр, тең болады. Не берген? Көлеңкесі берген. Көлеңкесін аса жазасыңдар 10, үстіне ағаштың биіктігі. Сонда x-іміз тең болып тұр. 10 көбейтілген 1,8 бөлінген 0,9. 1,8 0,9 қысқартылған мәжілі 2 болады. Сонда 20 метр. Жауап анықталды. Болды. Ұзындықты бөлінген көлеңкеге, ұзындық бөлінген көлеңкеге. Болды. Осыны қатынас қосаңдар жеткілікті. Өзінікіне бөлесіңдер бірақ. Өзінің ұзындығына, өзінің көлеңкесіне бөлесіңдер. Так, 19 кетті. Келесі бізде 20. Так, бізде 20 мынау деймін. Так, берілген суретке сәйкес, егер жылу алмасу кезінде энергия шығыны болмаса, жездің суға батырылғанға дейінгі температурасы. Так, ең алғаш бұл жерде не істеп тұр? Бірінші соны біліп алайықшы. Бірінші мына термометрді бізге суға салып тұр, Мен ойымша су болып тұр. И судың температурасы қанша? Мына жерде 5, мына жерде 10. Дәл ортасы 7,5 деген сөз.
әрбір бөлік құны 0,5-ге тең. Сонда мына жер, қараңыздар, мына жер 7,5 болса, одан сәл бір төмен 7-ге 0,10 так. Мына жер 7,5 еді. Дәл ортасы қанша еді? 7,5 еді. Оған 0,5 қойсақ, онда бастапқы судың температурасы ол 8 градус болып тұр. 8 градус. Так, жезді салғаннан кейін екеуінің ортақ температурасы, так, міне жезді салды суға. Екеуінің температурасы, так, мынау 20, мынау 25. 25-ке 2-ні, так, 0,5-ті 2 рет қоссақ, ол 26-ны беріп тұр. Екеуінің температурасы 26. Енді бізге жездің температурасы қандай болған екен? Соны сұрап. Судікі бар. Жездің температурасы. Так, қалай? Q жылу беріледі, біреу жылуды алады. Екеуін теңестірейік. Бергені кім? Жез салынды, берді деген сөз ол. Енді жездікін жазайық. С жез. Так, М. Так, масса жез. Жездің температурасы. Ол ортақ температурадан азайтсамыз, яғни Т жез минус 26. Өйткені ол берді. Келесі алған С су, М су, ол керісінше 26-дан азайтсамыз Т суды. Не болады деген сөз? С жездің орнына міне берілген 400. Так, 400 көбейтілген масса жез. Жездің массасы міне тұр 900 грамм. Так, 0,9 килограмм. Т жез минус 26. Тең болады. С суымыз 4200 ол берілген. Масса су. Міне судың массасы 0,3. Так, 0,3. Жақсыншы 26-дан Т су. Так, 26-дан біз суды алып тастасақ, так, бізден 18 қалама. 18 қалапты, 18. Енді мына жердегі 2 нольмен, мына жердегі 2 нольді қысқартып жіберейік. Екі жақтан 0,3, 0,9, мынаған 3-тен беріледі. Так, одан кейін, енді 4-3-ке көбейтсек 12 Т жез минус 26 тең болып тұр. 42-ні 18-ге көбейтейік. Ну, 42-ні 18-ге. Бұлайына көбейте салайықшы. Ең оңай болсын. 42, 18. Одан кейін мынау 12-ні, екі жағын 12-ге бөлсек, Т жез минус 26 тең болады 42 көбейтілген 18. Екі жерін 12-ге бөлдім. Енді Т жезді табу үшін 26 ана жаққа қуып жүрмін. 42 көбейтілген 18 бөлінген 12 плюс 26. Сонда менде не шығады екен? Сонда есептің жауабы бойынша 42 көбейтілген 18, оны мен бөлемін 12-ге, оған қосамыз 26-ны. Так, 89 дейді. Бізде жауабымыз сонда 89 градус Цельсий шығады. Так, бізде бар ма? 89 градус Цельсий. Так. Келесі, так, 20 кетті, енді 21, я? Опан, 21 былай дейді. Материалдық нүкте координатасының уақытта тәуелділік теңдеуі берілген. X тең, так, көрмей жатсаңыздар, X тең ол 3,5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәрежесі косинус пи-ті. Сразу теңдеуді жазып кетейікші. X тең xm косинус омега т. Тербеліс период дейді. Тербеліс периодының формасы қандай еді? Т тең 2π бөлінген омега. Енді сонда 2π-ді біз бөлеміз омега. Омеганың орнында не тұр? Косинус пен т-ның арасында пи тұр ғой. Онда пи-ге бөлеміз. Пи мен пи қысқарады, сонда 2 секунд. Не 2 секунд болады? Так, басқа не 2000 миллисекунд болады. Миллимен ол. 2. Так, 21 болса. 22. Так, 22 міне мынау. Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеуі. Естеріңізде болсын, МКТ-ның өзі 3 теңдеуі бар. Біріншісі. Ну, енді көп жағдайда 3-тен 1 М0 NV квадрат. Бұл бірінші теңдеу. Екіншісі П тең болады
3'ten 1. M0 n'imiz rho. Rho v kvadrat деп келеді. Немесе үшіншісі p тең n kt. Міне осы үшеуі есінде болсын мкт-ның теңдеуі. Іздейік ал. Так, мынау идеал газ теңдеуде жатпайды. Так, бұндай формула жоқ. P тең n kt v жатады. nrt жоқ. Rho-rt жоқ. Pv жоқ. Мынау бар бізде. Не pv не rt жоқ. Идеал газ теңдеуі. Міне мынау 3 теңдеу мкт-ның негізгі теңдеуі болып табылады. Так, келесі. Ток күші 50 ампер бөлінген секунд жылдамдықпен өзгерген кезде, қараңдар, ампер бөлінген секунд, яғни идің т-ға қатынасы ол 50 ампер бөлінген секунд. Өзгерген кезде өздік индукцияның электр қозғаушы күші эпсилонымыз 25-ке тең болады дейді. 25 вольтқа. Катушканың индуктивтілігі. Эпсилон өздік индукцияның формасы L. Так, L I бөлінген Т. Так, эпсилонға нені жазамыз? Эпсилонға 25 тең болады L көбейтілген I бөлінген Т-ға 50 жазамыз. Сонда катушкасын анықтау үшін L-ді 25-ті просто 50-ге бөліп тастайсыңдар. 0,5 Генри. Болды жауап. Так, 0,5 Генри деген ол Г нұсқасында немесе 500 миллигенрида болады. Так, басқа жауап жоқ. Келесі 24-ші сеп. Кернеулігі 3 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Так, кернеулігі 3 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Бір текті электр өрісінде тепе-теңдік күйде болатын массасы 10-9 дәрежесі грамм теріс зарядталған дейді мырыш, бір нәрсе тозаңның заряды және электр өрісі тарапынан тозаңға әсер ететін күш дейді. Және G деп берілген. Енді қараңдар. mg мен электр өріс тарапы QE екеуі бір-бірін теңестіріп тұр дейді. Мына қараңдар, электр өріс тарапынан mg. Сондықтан бізде екеуін теңестіреміз. mg-ді теңестіреміз QE-ге. Бірінші нені сұрайды бізде? Заряды дейді. Яғни зарядын табу үшін mg-ді сендер бөлесіңдер E-ге. Массамыз 10-12 дәрежесі болып кетеді. Себебі қараңдар, граммның өзі 10-3 дәрежесі. Көбейтілген 10, Г дегеніміз 3 көбейтілген 10-5 дәрежесі. Так, 10-ды 3-ке бөлетін болсақ, бізде 3,3 шығады. Көбейтілген 10-ның плюс 5 жоғары барып минус 5, онда минус 17. Немесе 0,33 көбейтілген 10-ның минус 16. Так, сондай нәрселер біз тауып алайық. Так, мынау жоқ. Мынада жоқ. Мында қажет емес. Мында қажет емес. И күші дейді. Күшін табу үшін просто не QE-ні табыңдар, не mg-ді табыңдар. Өйткені екеуі бір-біріне тең ғой. Өйткені екеуі бір-бірін тепе-теңдікте ұстап тұр. Сондықтан ол тыныштық күйінде тұр. Сондықтан просто mg-ді таба салайықшы. 10-12 дәрежесі бағанағыдай. Көбейтілген 10. Сонда 10-11 дәрежесі ньютон. Бұл QE-ні тапсаңдар да дәл осы шығады. Сонда 10-11 дәрежесі ньютон деген табайық. Мынада бар екен. Так, мынау 4 болып кетті, мынау көп кетті. Мынада бар екен 3-еуі бар. Енді қараңыздар. 3,3 көбейтілген 10-17 дейді. Так, H нұсқасында бар деген сөз дұрыс. 0,33 көбейтілген 10-6 дәрежесі мынау да дұрыс. Мына қараңдар, 3,3 деген. Бірақ мына 10-16 деген да. Ол онда қате болады. Сонда жауабы F H нұсқаларында. Так, келесі 20 бізге 5-ке келдік па уже? Так, 25 болу қажет. Опа, 25. 25 не дейді? Дифракциялық тордың 1 миллиметрінде штрих саны. Так, штрих мынандай сан бар. Тордың периоды. Енді тордың периодының формуласы оңай. L-дің n-ге қатынасы. L дегеніміз осы тор қанша миллиметр? 10-3 дәрежесі метр. Бөлінген 100-ге. N деген 100 штрих саны. Сонда бізде 10-5 дәрежесі метр болады. Немесе 10 микрометр. 10-5 деген нәрсе осы нұсқасында тұр. Так, немесе және әр нұсқасында қалғанына келесі. Серіппеге ілінген жүк 1 минут ішінде 30 тербеліс жасайды. Егер серіппенің қатаңдығы 10 ньютон бөлінген метр болса, онда жүктің массасын табыңызшы. Так,
серпте. Онда бүйтейік. Т тең бізде білесіңдер 2 пи түбір асты м бөлінген к деген серпімділік серпілі магниттіктің формуласы. Осы жерде үлкен т-ны табу үшін т бөлінген м деген формула бар. Минутына дейді, яғни 60 секунд бөлінген қанша тербеліс? 30. 60-ты 30-ға бөлсек 2 секунд. Біз білдік периоды 2 секунд деген. Енді массаны табу үшін не істейміз? Барлығын квадраттаймыз. Т квадрат тең болады 4 пи квадрат м бөлінген к. Осы жерде массаны табу үшін т квадрат к бөлінген 4 пи квадрат тең. Т-ның квадраты бізде 2-ның квадраты 4. К-мыз қанша деп тұр? 10 ньютон бөлінген метр. 4 көбейтілген пи-дің квадратын 10 деп алыңдар деген. Онда бір-бірін қысқарт, бәрі 1 килограмм болып қалды. Так, 1 килограммда 1000 грамм бар, ол А нұсқасында бола алады. Потом F нұсқасында. Потом болды. Келесі, Карнот цикліне кері циклде жұмыс істейтін тәгі 0,25 құрылғы 10 жоуль жұмыс жасаса, тоңазытқышта алатын жылу мөлшері. Енді Карнот цикліне кері цикл деген нәрсе, ол бізде кәдімгі үйдегі қолданылатын жаңағы тоңазытқыштардың бар, холодильник немесе насостарда қолданылатын нәрселер. Енді пәктің формасы қандай еді? Пәктің формасы жұмыстың қыздырғышқа қатынасы. Бізге тоңазытқыштан алатын дейді. Q2-ді тап деген. Бірінші Q1-ді тауып алайық. Осыны тапсақ, қазір Q1-ді табатын болсақ, А-ның пәкке қатынасы. А дегеніміз 10, пәк дегеніміз 0,25. Яғни бізде қанша болып тұр? 40, иә? 40 жоуль. 40 жоуль. Ал жұмыс деген нәрсе ол есіңде болсын. Q1-ден Q2-ні алып тастағанымыз. Осы жерде Q2-міз Q1 минус А. Q1-міз қанша болды? 40 болды. А-мыз 10. Екеуін азайтсақ 40 минус 10 тең болып тұр 30 жоуль. Сонда жауабымыз Д нұсқасында және F нұсқасында. Келесі есеп 28. Топ көзіне қосылған жазық ауа конденсаторының энергиясы қанша дейді. Топ көзіне қосылған деген нәрсе есіңде болсын С квадрат бөлінген 2. 2 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесі жоуль деп беріп тұр. Конденсатор астарлары арасын диэлектрик өтімділігімен 2 болатын диэлектрикті толтырса, конденсатор энергиясы. Енді С тең болады, жазық болса E0 S бөлінген Д. Енді басында мына диэлектрик өтімділік жоқ еді дейді. Осының онда 2 қоятын болсақ, 2-ні қоятын болсақ, онда конденсатор 2 есе өседі. Егер конденсатор 2 есе өссе, мынаның алдына 2-ні қоясыңдар деген сөз. Онда общий нәрсені 2 көбейтесіңдер деген сөз. 2 көбейтілген 2 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесі тең болады 4 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесіне. Болды, жауап осы. Так, ол С нұсқасында бар, ол Е нұсқасында бар. Соңғы есептер қалды 29 және 30-шы. Так. Не дейді? Көлемі 1000 метр куб. Температурасы 10 градус Цельсий бөлмедегі ауаның салыстырмалы ылғалдығы 40. Осы бөлме температурасы 17 градус Цельсий болғанда ауа ылғалдығы 60. Болу үшін қосымша буландыратын су массасы дейді. Так, ауа ылғалдығының формасы қандай еді? Ро бөлінген ро қаныққан көбейтілген 100%. Дұрыс па? Бірінші қай градустан тауып алайық? Бірінші 10 градустан тауып алайық. 10 градустағы 40% дейді. Финың орнына біз 0,04-ті қоямыз. Тең. Ро бізде табылған жоқ, ро бір жоқ. Қаныққаны бар бірақ, 10 градустағы қаныққан 9-да 4 кетеді. Енді ро бірді тауып алайық осы. 0,04 көбейтілген 9,04 кетеді. Енді ро 2-ні дәл осындай табамыз. Яғни ро 2-ні табу үшін өзінің несіне, ылғалдығына, ылғалдығы 0,6-ны көбейтеміз. Ол жерде уже 14,5. 14,5. Енді әрбіреуінің массасын тауып алайық. Біріншінің массасы ро 1 В, екіншінің массасы ро 2 В. Енді біріншінікі қанша болады? 0,04 көбейтілген 9,04 көбейтілген 1000. Екіншісі 0,6 көбейтілген 14,5 көбейтілген 1000. Тең. Қараңдар, мына 1000 деген нәрсе бар ғой. Ол мына жақтағы өлшемдік граммен жойылып кетеді. Өйткені 1000. Сонда бәрінен 1000-ды алып тастаймыз. Енді дельта М судың массасы М2-ден алып тастайсыңдар М1.
Сонда так m1-ді тауып алайық және m2-ні тауып алайық. m1-іміз 0,4-ті сендер көбейтесіңдер 9,4-ті 376. Так, мына жер 376 екен. Келесі 0,6-ны көбейтесіңдер 14,5-ге 8,7. Так, 8,7. Азайтшысында қалай болады? 8,7-нен алпсаймыз 376-ны. Так, бізде 4,94 килограмм. Жауап 4,94 килограмм. Ол бізде С нұсқасында бар, Е нұсқасында бар екен. Так, қалғанда жоқ. Келесі соңғысы. Электронның массасы тыныштық массасынан 2 есе артық болатын қозғалыс жылдамдығы. Так, масса тең болады m0 тыныштықтағы түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Массаның артуы деген формула. Инағанда, 2 есе артық болады деген нәрсе, m-нің орнына сендер 2m0-ді қоясыңдар. Онда қойсақ 2m0 тең болады m0 түбір астында 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. m0 мен m0 қысқарады, бар деген квадратта жүрек 4 тең болады 1 бөлінген 1 минус v квадрат бөлінген c квадрат. Мұнан керісінше жазайық. 1 минус v квадрат бөлінген c квадратымыз 1 бөлінген 4 болады. 1 бөлінген 4 деген 0,25-ке тең. Так, 1 бөлінген 4 жазайық. 1 бөлінген 4. Енді v квадрат бөлінген c квадратты табу үшін мынаны теңдіктің мына жағына 4-тен 1-ді мына жаққа жіберем. 1 минус 4-тен 1. Сонда v квадрат бөлінген c квадратымыз 4-тен, маған 4-тен берсек 4-тен 3-ке тең болады. Так, сонда v квадратымыз 4-тен 3, c квадратты ары қарай жібереміз c квадрат. Барлығын түбірге алатын болсақ, онда бізде жауабымыз v тең болады 4-тен 3. c квадраттан c шығып келеді, мынаған түбір астына аламыз. Онда соңғы жауабымыз v тең болады түбір асты 3. Түбір асты 4-тен 2 шығып кетеді, көбейтілген c. Так, ол мына жауап екен, v жауабы. Қалғандары болмайды. Міне біттік. Ұбытын нұсқалар осындай бір. Алдыңғы нұсқаларға қарағанда күрделірек және кішкене ойлану керек. Теорияны білу керек бұл шешу үшін. Ал бір қандай да бір пайдалы болды деген үміттемін. Сау болыңыздар. Рахмет.